Ал енді осы бір соңғы уақыттары Telegram әлеуметтік желілерде, тағы да басқа әлеуметтік желілерде деструктивті діни идеологияны насихаттайтын жабық топтар болуда. Ал енді сонымен қатар психотроптық, яғни наркотикалық заттарды сату, немесе оны дайындау, немесе қай жерден сатып алуға болады, оны сақтау, тіпті қалай қолдану керектігін де үйрететін, яғни орысша айтқанда пошаговая инструкция. Сондай видеоларды, ақпараттарды тарататын Telegram топтар қазіргі кезде жастар арасында күрт көбеюде. Сондықтан осындай бір жайттардың алдын алу үшін ата-аналардың құлағына алтын сырға, сіздер балаларыңыздың әлеуметтік желідегі белсенділігін қадағалаңыз. Әлеуметтік желінде қолданылған кезде ол қандай топтарға тіркелген, Instagram болсын, ВКонтакте, Facebook болсын, қандай адамдарды тыңдайды, қандай адамдармен сөйлеседі, және де қандай топтарға тіркелген, ол топтарда нені насихаттайды, сол нәрселерге жіті қадағалау жүргізіңіз. Бұл сіздің балаңыздың ойының тазалығы және де денінің саулығы. Жалпы айтқанда балаңыздың болашағы болмақ. Сондықтан, құрметті ата-аналар, қадағалауды ұмытпаңыз.